Сәлем достар, бүгін біз сіздермен барлық адамға тән физиологиялық процестің бірі мұрыннан қан кету туралы талқылайтын боламыз. Бұл мұрыннан қан кетудің 85%-і бізде аурудың белгісі саналса, ал 15%-і мұрын қуыс аурулары себебінен болады екен. Енді біз бұның себептерін тоқталып кететін болсақ, бұған түрлі жағдайлар әсер етуі мүмкін. Біріншіден инфекциялық аурулар, яғни адам дифтерия, қызамық, тұмау, қызылша сынды аурулармен ауырған кезде мұрыннан қан кету процестері байқалады. Яғни көпшілігіміз білетіндей, тұмаумен ауырған кезде мұрын қанауы жиі кездеседі. Екінші себеп бұл адам анемия, лейкемия, пурпура секілді аурулардың алғашқы белгісінде мұрыннан қан кету белгілері басталады. Сосын адамда мұрыннан жиі қан ағу процесі адамда қан қысымы тұрақсыз болғанда, яғни адам жүгіру, секіру сияқты жаттығулармен айналысқанда орын алуы мүмкін. Төртінші себебі бұл мұрыннан жарақат алу. Яғни бұл кезде тіпті мұрыннан жұлын сұйықтығы да ағуы мүмкін. Кей кезде адамдар мұрнынан жарақат алған кезде немесе қолмен өзінің мұрнына саусақ арқылы зақымдаған кезде орын алу кездері байқалады. Қан кетудің сипатына қарай біз болмашы қанау, қалыпты қанау және де ауыр қанау деп 3 топқа бөліп қарастыратын боламыз. Алғашқысы мұрын қуысынан тамшылап қана қан бөлінеді. Мұның айтарлықтай қаупі жоқ, дегенмен ол созылмалы аурудың бастапқы белгісі болуы ғажап емес. Екіншіден бұл қалыпты қанау, бұл барлық адамда тән, яғни бұл бір мезгілде мұрыннан 200 мл дейін қызыл сұйықтықтың бөлінуін айтады. Мұндай кезде адам дұрыс тоқтатуды білмесе, өңешке дейін құйылып кетуі мүмкін. Ал үшінші жағдай бұл мұрыннан 1 литрге дейін қанның кетуі. Мұндай кезде қан тамырлар жүйесінде ақаудың болуы мүмкін екендігін есімізде сақтағанымыз жөн. Бір адамдарда күндіз немесе түнде күн сайын қайталанып отыратын бұл қанау өте қауіпті саналады. Сондықтан да тез арада дәрігерге көрінгеніңіз абзал. Мұрыннан қан кету кезде диагноз анықтау оңай емес, алайда егер қан қою қызыл түсті болса, онда мұрын қуысының терең аймағынан аққанын білуге болады. Қан жоғалту кезінде адамда бас айналу, тахикардия, ентігу сияқты белгілер байқалуы мүмкін. Егер айтылған ақпараттар сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.